أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 3-сабаққа келген едік. Одан бастамасын алдын каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Басқаларға да көруіне себепкер боласыз. Жақсы, әддәрсус тәлис. Үшінші сабақ. Енді бұл жерде біз жаңа тақырып өтеміз, жаңа мәселе. Содан бастайық. Бәйтун. Не дедік? Бәйт дегенде біз үй дедік, үй. Әл-бәйт. Енді бұл жерде алиф-ләм дейді, алиф сосын ләм. Алиф-ләм жалғанса, сол кезде бәйтун деп оқылды, жақта бәйтун. Неге? Тәнуин тұрды. Егер алиф-ләм келсе, тәнуин оқылмайды да әл-бәйту. Бәйтун деп тәнуинмен оқылмайды, егер алиф-ләм қойылса. Мысалға, қоламун, әл-қоламу, китабун, әл-китабу, жәмәлун, әл-жәмәлу. Жәмәл не дедік? Бұл түйе. Енді біз сөздермен сөйлем құрап үйренеміз. Мысалы, бұл сынған қалам, сынған қалам. Әл-қоламу мәксурун. Мәксур деген бұл сынған қалам. Мысалы, есік ашық дегенді қалай айтамыз? Әл-бәбу, бәб деген есік. Әл-бәбу мәфтухун. Есік ашық. Ашық деген мағына. Жақсы. Әл-вәләду жәлисун. Бала отыр. Жәлис деген отыр. Вәл-мударрису вақифун. Ал ұстаз, ал мұғалім вақиф. Бұл не? Тұр дейді. Түрегеп тұр. Студент, бала отыр, ал мұғалім сабақ түсіндіріп тұр. Вақиф деген сондай тұр деген мағына білдіреді. Орнынан түрегеп тұрғанда білдіреді. Енді жақта жақсы бір керемет сөздерді байланыстырып, жаңадан бір сөздер үйренеміз. Біріншісі әл-китабу жәдидун. Жәдид дегеніміз бұл жаңа. Кітап жаңа. Жаңа кітап деген мағына. Вәл-қоламу қодимун. Қодим дегеніміз бұның антонимі, керіншесі. Жаңа болса жәдид, қодим дегеніміз ескі. Ескі қалам. Ескі. Екіншісі әл-химару соғирун вәл-хисану кәбир. Соғир дегеніміз кішкентай, кәбир, соның антонимі үлкен. Есек кішкентай, жылқы үлкен, кәбир. Әл-химару соғир вәл-хисану кәбир. Үшіншісі әл-курсию мәксурун. Мәксурды не дедік біз? Сынған дедік. Курси орындық. Орындық сынған дейміз. Орындық сынған. Солай біз сөйлем құрастыра беруіміз керек те. Осылай сөйлем құрастыру. Қазір сонда айтым тағы да. Төртіншісі әл-миндилу вәсихун. Миндил не дедік? Бұл бет орамал. Кішкентай. Бұл бізде платочка дейді. Сондай орамал. Вәсих дегеніміз бұл кір. Лас кір. Кір орамал дейді. Бесіншісі әл-мәу бәридун. Су салқын дейді. Суық су.
бәрид дегеніміз суық. Суық. Вал қамару жәмилун. Вал қамару жәмилун. Ай әдемі. Жәмил деген танымал сөз негізі. Жәмил әдемі деген, оны білесіздер. Келесі әл-бәйту қарибун вәл мәсжиду бәидун. Қариб дегеніміз жақын болса, жақын, бәид дегеніміз керісінше алыс. Яғни үй жақын, мешіт алыс деген секілді. Сегізіншісі әл-хаджару сақилун әл-вәл-варақу хафифун. Мына жақта дұрыс көрінбей қалған, мына жақтар. Яғни хафиф деген мағына, хафиф. Яғни былай жазылып тұр. Хафифун. Яғни сақил дегеніміз ауыр. Ауыр, хафиф, керісінше жеңіл. Жеңіл. Яғни тас ауыр, парақ немесе жапырақ, жапырақ жеңіл. Варақ дегеніміз бұл жапырақ кәдімгідей. Тоғызыншысы әл-ләбәну харрун. Яғни біз мына жақта бәрид, су салқын дедік. Соның антонимі хар. Яғни хар дегеніміз ыстық, керісінше. Ыстық. Сүт ыстық. Келесі әл-қамису назифун. Көйлек таза. Көйлек таза. Яғни назиф дегеніміз таза деген мағынаны білдіреді. Машалла. Қарасақ бізде осындай көп деген жаңа сөздерді біліп тұр. Көбінесе бір-бірінен антоним болған нәрселер. Мысалға жадид, қадим, соғир, кабир, бәрид, хар, уәсих, назиф. Жақсы. Қариб, бәид, сосын сақил, хафиф мысалға. Осындай жаңа сөздер өттік. Енді мына жақта не дедік? Тәмәрин дегеніміз бұл тәмрин. Тәмәрин бұл жаттығулар. Бірінші жаттығу иқра вактуб ма'a добти ауахил калимат. Оқы және жаз дейді. Міндетті түрде мынаны жазып үйренуіміз керек, қолды үйрету үшін. Оқы және де сөздердің сонын қоюмен, сөздердің соңғы харекетін қойып жаз дейді. Яғни мысалға мына жақта не дейміз? Мәсжидун, неге тәнвин қоямыз бұл жаққа? Өйткені бұл жерде әлиф ләм жоқ, сол үшін бұған тәнвин қойылады. Тәнвин қойылады. Мына жақта әл-мәсжиду болады. Неге? Өйткені әлиф ләм тұр. Сол секілді әл-мәу әлиф ләм тұр. Мына жақта мәун тәнвинмен, мәун тәнвинмен. Осылай мына жақтың барлығын жазып шығасыздар. Иншалла, өте оңай негізі. Яғни әлиф ләм болса тәнвин болмайды. Әл-бәйту дегенде жай ғана бір дамма. Мысалы бәбун десе, уже әлиф ләм жоқ, онда тәнвин қоямыз. Жақсы. Мына жақта да, бұл жақта әдейі харекетсіз беріп тұр, қарасаңыздар. Мысалы мына жақта иқра уактуб, оқы және жаз дейді. Аны біз оқып алуымыз керек бірінші. Әл-мәктәбу, мына жақта әл-мәктәбу, мәксурун. Мәктәб не дедік? Бұл стол, біз үстел, парта сынған деді. Әл-мударрису, мына жақта әл-мударрису жадидун, мұғалім жана, яғни жана мұғалім. Әл-қамису вәсихун, әл-қамису вәсихун, көйлек лас. 4. Әл-ләбәну бәридун, сүт салқын. Әл-мәсжиду мәфтухун, мешіт ашық. Әл-хаджару кабирун, тас үлкен. Әл-ләбәну бәридун вәл-мәу харрун, сүт суық, су ыстық. Әл-имаму жәлисун вәл-мударрису вақифун, имам отыр, мұғалім ұстаз тұр. Әл-қамару бәидун, ай алыс. Әл-миндилу назифун, орамал таза. Жақсы, келесі жаттығу
имля аль-фарага фима яли би вада аль-калимати аль-мунасиба мин аль-калимат талия дейді. Яғни келесі сөздерден сәйкес сөзді қойып, мына бос орындарды толтыру керек. Мысалы, әл-хаджар. Хаджар деген не дейміз? Тас, мысалға, ауыр. Осыған қоямыз да. Жаңа жазып шығамыз. Сақил. Сақилун. Әл-хаджару сақил. Яғни, мысалы, біреу кетті. Яғни осылай каждый, яғни әрбір сөзге, әрбір мына жақтағы бір сөзді қойып отырамыз мысалға. Әл-қамару, мысалға қалай дейміз? Әл-қамару жәмил деген секілді. Әл-миндилу, мысалға қайсы болады? Мысалы, уәсих, лас. Әл-бәб, мафтух. Әл-варық, хафиф. Әл-ләбән, хар. Яғни осылай қойып шығамыз мына жаққа. Қойып, қолмен жазып шықсақ, жақсы болады. Жақсы, келесі тағы да сол жаттығу сондай. Яғни сәйкес сөзді бос орындарға толтыр дейді. Мысалы, назиф. Не таза болады? Мысалға, не таза болады? Біз өткенмен. Мысалы, әл-қомис, қомис, көйлек таза. Мысалға, немесе бағанағы әл-миндил. Соны қойсаңыз болады. Яғни бос орынға бір сөзді қойып шығыңыз. Бос орындарға бір сөзді қойып шығыңыз. Мына жақта әдем жазып қойған әл-калиматул жадида. Жаңа сөздер. Біз бүгінгі сабақта өткен жаңа сөздер. Әл-қамар бұл не еді? Ай, жадид, жаңа деп айттық, қодим, ескі, уасих, не дедік? Лас. Назиф, кір, керісінше. Хар, ыстық, бәрид, салқын. Соғир, кәбир. Соғир, кішкентай, кәбир, үлкен. Мафтух, ашық, Максур, сынған, сынық. Сақил, хафиф, ауыр, жеңіл. Жәмил, уақиф. Жәмилдің әдемі. Уақиф, жәлис, бұл отыр, тұр, мысалға. Дәл сол секілді, алифлам қойып шыққан жақта. Нәжмун, ән-нәжму. Ән-нәжму. Бұл шәмсия қамария деген тәжвидте өткен болсаңыздар. Дикун, әд-дику болады. Роджулун, әр-роджулу. Толибун, әт-толибу. Бұның барлығын дик денедік, бұл әтеш. Роджул, ер адам. Толиб, студент. Машалла. Келесі соны түсіндірді жақта, жаңа сөздерді қолданып. Ән-нәжму бәидун. Яғни жұлдыз алыс. Ар-роджулу уақифун. Ер адам тұр. Әс-суккар. Суккар қантты деген. Хулун. Хулун деген бұл жерде тәтті. Тәтті. 4. Ат-талибу мәридун. Шәкірт ауырып жатыр. Ауру. Яғни ауырып жатыр. Әд-дику жәмил. Әтеш әдемі. Әд-дафтару жадид. Дәптер жаңа. Әт-тәжіру ғонийун. Саудагер бай. Саудагер бай. Ғони дегеніміз бұл бай. Әд-дуккану мафтухун. Дүккен дегеніміз дүкен. Мафтух ашық, дүкен ашық. Әл-валаду фақир. Бала кедей. Бала кедей. Әт-туфаху ләзизун. Ләзизун. Әт-туфаху ләзизун. Алма дәмді. Дәмді. Ән жақта екеуінде бір айырмашылық болуы мүмкін. Хулун деген негізінде бір қанты бар, сондай бал нәрселерге тәтті деп айтсақ болады. Ал мысалы ләзизі тамаққа, етке, сондай бір именно қантқа емес, жалпылай айтыла береді, ләзиз деп. Мысалы ат-туам ләзиз, дәмді тамақ деген секілді. Ал хулун деп сол арнайы қантқа айтамыз, мысалы қант, мысалға балмұздақ, кәмпит деген секілді, шоколад, сол хулун деп айтсақ жақсы болады. Соңғысы ат-табибу тауил, әл-мариду қасир. Машалла, жаңа да бір сөз бұл да. Дәрігер ұзын, ауру адам
қысқа. Яғни бұл бойын айтып жатыр адамның. Тауил дегеніміз бұл ұзын. Ұзын. Қасир қысқа. Қысқа. Яғни дәрігер бұл ұзын, ауру адам болса бұл қысқа. Машалла. Мына жақта енді келесі жаттығу бұл иқра уактуб ма'дуб тауахил калимат. Бағанағыдай сөздің соңғына әріптерді қоямыз, яғни харекетті қоямыз. Мына жақта әл келсе не дедік? Тәнвин болмайды. Әл-бәбу, әт-тәжиру, ән-нәжму. Соны жазып қойып шығамыз, оқып шығамыз. Келесі тапсырма бұл бағанағыдай сәйкес сөзбен бос орындарды толтыр дейді. Мысалы, ғони кім? Мысалы, әт-тәжир. Әт-тәжиру ғонiyun. Ғонiyun. Саудагер, бай. Сол секілді марид, мысалы, ат-талибу шәкірт, ауырып жатыр. Тауил, мысалы, әл-қаламу тауил, мысалға да. Хулун, ләзизун, қасир. Осыған бір сөзді, осылаға сөзді қойып шығамыз. Мына жақта өте оңай болды, өте қызықты тапсырма. Осы әлифпен, мысалы, әлиф қатары бар, сосын бә қатары бар. Соларды сәйкестендіреміз. Мысалы, ат-талибу, талиб не дейміз? Мысалы, марид, ауырып жатыр. Осы сөз сәйкестен былай. Ад-дуккан, мысалы, мафтух деген секілді. Осылай орындап шығайық. Иншалла, қиын емес деп ойлаймын. Осылай бір сөзді байланыстырып, сөз құрастырып үйренеміз. Мына жақта тағы да бір жаңа сөзді берген. Жаңа сөздер бана хулун, тәтті, марид, ауру адам, ад-дуккан, дүкен, ғони, бай, фақир, кедей, тауил, ұзын, қосир, қысқа. Туффах не деді? Туффах, алма. Енді мына жақта әл-хуруф әл-қамария ва әл-хуруф әл-шамсия. Яғни қамария, шамсия әріптер. Қамария, шамсия әріптер. Ол тәжвид ережесінде бар негізінде. Яғни қамарияда әл деп оқимыз, шамсияда келесі әріпті қосарлап оқимыз. Мысалға, әл-әбу. Әл-әбу. Бұл дегеніміз әке деген мағына. Әл-әбу, әке. Әл-бәб, есік. Әл-жәннәту, бұл жәннәт. Әл-химару, есек. Әл-хубз, не деді? Хубз, нан. Әл-айн, көз, яғни көз. Әл-ғадау, бұл түскі ас. Түскі ас. Әл-фәму, фәм, бұл ауыз. Әл-қомар, ай, әл-кәлб, өткен болатымыз, ит. Әл-мәу, су. Әл-вәләду, бала. Әл-хәуа, хәуа, бұл ауа. Әл-яду, бұл қол. Машалла. Енді шамсия әріптер. Әт-тәжиру, бұл не дедік? Саудагер. Әт-сәубу, бұл көйлек. Яғни ұзын көйлек. Әд-дику, бұл әтеш. Әз-зәхәб, зәхәбу, бұл алтын. Ар-роджулу, ер адам. Әз-зәхрату, зәхра дегеніміз бұл гүл. Гүл, зәхра, гүл. Әс-сәмәку, бұл балық. Түсініңіз өтейін. Балық. Әш-шәмсу, күн. Әс-содру, содр, кеуде, адамның кеудесі. Ад-дойфу, бұл қонақ. Ат-талибу, бұл шәкірт. Аз-зохру, егерде зохруды фатхамен оқсақ, онда бұл арқа болады. Адамның арқасы, белі, арқа. Егерде зухур десек, ол бесін намазды, зухур, яғни дамамен оқсақ. Бұл жерде фатхамен тұр, зохру деп. Бұл адамның белі, арқасы. Әл-ләхм, бұл ет. Ет, кәдімдей. Ән-нәжм, бұл не дедік? Бұл жұлдыз. Машалла. Осы сөздерді
жазып жаттап алыңыздар. Иншалла келесі сабақта пайдасын тигізеді. Мына төртінші сабақ басталады. Соңғы тапсырма мына жақта бағанағыдай мына жақта шәмсия қамари әріпленбеген барлығына, соған дұрыс оқып иқра дейді және уактуб соны жаз дейді. Яғни шәмсия қамари әріптерін пайдаланып жазамыз. Мысалы әл-бәйту, әл деп мына жақта сүкін болады, әл-бәйту. Әддику дейді, дәні екі рет оқимын, әддику мысалға. Солай мына жақтың барлығын оқып шығамыз. Келесі сабақта төртінші сабақ жалғастырамыз. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.